Бірнеше жылдар бұрын дүкендерде түтін шығаратын құралдар пайда бола бастады, және оларды зиянсыз деп насихаттады. Олар әртүрлі болды. Түсі, олар ұзын цилиндр түрінде және қорап түрінде кездесті. Осы бейнеде вейп құралдарының адам ішкі ағзасына қандай зияны бар екенін айтамыз. Және адамдар айтқандай, вейп құралдары зиян ба, соны талқылайтын боламыз. Соңына дейін көріңіздер. Вейптің құрылымы глицерин, пропилен-гликол және хош иісті қоспалардан тұрады. Толықтырғыштардың бірінде никотин болса, ал бірінде болмайды. Бұл вейптің қаптамасында көрсетілген. Вейп ингаляторға ұқсайды. Ішіндегі сұйықтық қызады және қайнаған соң жұтатын түтін шығады. Жаңадан вейп шегетін адамдарды вейферлер деп атайды. Вейптің адам ағзасына тигізетін зияны инсульт, инфаркт, белсіздік ауруларына алып келеді. Темекі құмарлардың арасында жарыс өткізіліп жатыр. Олар үшін мекемелер электронды темекілерді шығара бастады. Парадоксалды көбінесе темекіні тастай алмай жүрген адамдар шеге бастайды. Соңғы жылдары вейп пен электронды темекілерді қолданушылар саны күрт өсуде. Қазіргі кезде вейп құрылғысының қолданатын адамдар саны күрт көбеюде. Сүгірбеген атындағы нөмірі 4-ші жалпы білім беретін мектептің 10-шы Б сынып оқушылары вейп құрылғысына қарсы